Сәлеметсіздер ме, білім алушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәртіпсіздік неден басталады? Қазақ тілі мен әдебиеті 10-шы сынып. Сабақта мақсатымен танысайық. Сөзімізді адамзаттың ұстазы, әлемге әйгілі ғұлама ойшыл Әбу-Насыр әл-Фарабидің қанатты сөзімен бастайық. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Ол келешекте оның өміріне қауіп әкеледі. Человеку в первую очередь нужно давать воспитание, а не знание. Образование без воспитания – злейший враг человечества. Оно принесет бедствие в его жизнь в будущем, деген екен. Оқушылар, жаңа сөздермен танысайық. Ізгі, даулы, кінәлі, отырыс, бейкүнә, үстемдік, кек, айыпталушы. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздер: тәртіп, дисциплина, тәртіпті, дисциплинированность, тәртіпті бала, дисциплинированный ребенок, тәртіпсіз бала, недисциплинированный, непослушный, беспорядочный. Бұл сөздер алдағы уақытта мәтінмен жұмыс деген кезде қажет болады. Келесі кезекте оқушылар, жазылым айтылым тапсырмасы бойынша берілген мақал-мәтелдің жалғасын тауып жазамыз. Мәселен, тәрбиелі тәртіптің құлы. Жалғасы қайсы? Тәртіпті елдің ұлы. Тәртіп тән үшін, ынтымақ жан үшін керек. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген құл болмайды. Қыз анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей сапар шекпес. Жалғасы. Тәртіп тәрбие бастауы, тәртіпсіздік өміріңнің қас жауы. Жақсы тәртіп әдетке айналса ырыс, жаман тәртіп әдетке айналса ұрыс. Осы мақал-мәтелдердің жалғасын тауып, мағынасын түсінеміз. Отырыс – бұл көп адамның бас қосқан жері, ойын той. Екінші мағынасы отыру, отырғандық, отырған күй. Кінәлі сын есім, кінәсі бар, айыпты, жазықты. Даулы сын есім, дауға, таласқа түскен, басы ашылмаған талас тартысты. Ізгі сын есім, адал, ақ игі. Екінші мағынасы парасатты, иманды, ақ тілекті. Ізгі ой, жақсы ниет, жарқын ой, ақ тілек. Ізгілік зат есім, адамгершілікке, қайырымдылыққа, жақсылыққа негізделген ізгі іс, ақ ниет. Ары қарай бұл сөздердің синонимдері мен антонимдерін табамыз. Осы сөздерді қатыстырып, 7 сөйлем құрап жазыңдар. Келесі кезекте оқушылар, біз аудио мәтінге кезек берелік. Аудио мәтінді тыңдап, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. 3-4 сабақтар. 4-ші тапсырма. Антон Семенович Макаренконың айтуынша, тәртіп тежелу ғана емес, ұмтылу, белсенділік, жауапкершілік қағидаты. Тәртіп адамның ерік қайратымен, ерлік, мінез құлық тәрбиесімен тығыз байланысты. Тәртіп ұйымшыл ұжымда дамып бекиді. Ұлы педагог тәртіп ұжымның бет бейнесі, дауысы, әдемілігі, қозғалғыштығы, мимикасы, сенімділігі дейді. Ұлттың ұлы байлықтарының бірі жас ұрпақ. Ұлы ойшыл Данышпан әл-Фараби. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы десе, ақын Олжас Сүлейменов адамның тағдырын тәрбие шешеді дейді. Бәрі де шындық. Балаға уақытында тәрбие бермеу, дұрыс бағыт көрсетпеу, кешірілмейтін іс жасағанмен бірдей. Адам ұрпағымен ұлы, еңбегімен мықты, келешегімен беделді болады. Ал оның бастауы тәлім тәрбиеде жатыр. Аудио мәтінді мұқият тыңдасақ, енді сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сауал бойынша Макаренко тәртіпті қалай сипаттайды? Тәртіп ұмтылу, белсенділік, жауапкершілік қағидаты. Тәртіп ұжымның бет бейнесі, дауысы, әдемілігі, қозғалғыштығы, мимикасы, сенімдігі дейді. Екінші сауал бойынша тәртіп ұжымның қандай ерекшелігімен байланысты? Тәртіп ұйымшыл ұжымда дамиды және бекиді. Бұл сөзді айтқан кім? Әрине, Әбу-Насыр әл-Фараби. 4-ші сұрақ бойынша Олжас Сүлейменов тәрбие туралы не деген? Олжас Сүлейменов адамның тағдырын тәрбие шешеді деп жазды. Ендеше оқушылар, біз аудио мәтінді мұқият тыңдап,
сауалдарға дұрыс жауап берейік. Енді мәтінмен жұмыс. Аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлы жаудан да, даудан да қорықпаған қазақ едім. Енді қорқынышым көбейіп жүр. Біріншісі, балаларын бесікке бөлемеген бесік жоқ елден қорқамын. Екіншісі, немересіне ертек айтып беретін әженің азаюынан қорқамын. Үшіншісі, дәмді, дәстүрді сыйламайтын балалар өсіп келеді. Содан қорқамын деген екен. Енді оқушылар, біз бірден мәтінді аударып отырайық. Аты аңызға айналған Бауыржан Момышұлы. Бұл сөздің мағынасы, яғни легендарный человек, человек-легенда. Бауыржан Момышұлы сказал: «Я был казахом, который не боялся ни врага, ни конфликта. Но теперь мой страх усиливается. Я боюсь страны, где нет колыбелей. Бесігі жоқ елден қорқамын», дейді. «Я боюсь страны, где нет колыбелей». Во-вторых, я боюсь, что бабушка, рассказывающая внуку сказку, уменьшится. В-третьих, появляется все больше детей, которые не уважают традиции. Это страх Бауыржан Момышұлы. Бауыржан Момышұлының болашаққа алаңдауы, ертеңгі күнге деген қорқыныш екен. Ары қарай оқиық. Тәртіпті бала сүйініш, төбең бір көкке жетеді. Тәртіпсіз бала күйініш, төмендеп басың кетеді, дейді. Тәртіпті бала деген сөздің аудармасын білеміз. Дисциплинированный ребенок. Сүйініш, это переводится как радость, как счастье. Төбең бір көкке жетеді, дейді. Бұл жерде төбең көкке жету деген мағынасы твой потолок достигает неба. Дословный перевод. Тәртіпсіз бала күйініш. Тәртіпсіз бала. Недисциплинированный, беспорядочный, непослушный ребенок – это горе. Печаль – это несчастье. Төмендеп басың кетеді. Отпускается голова. Бұл мәтінде тәртіпті бала мен тәртіпсіз баланың өзара ара қатынасын салыстырып отыр. Демек, тәртіпті бала мен тәртіпсіз баланың қандай адамға қуаныш әкелетінін, қандай күйініш әкелетінін салыстырып отыр. Бүгінгі таңда жастар ұлттық дәстүр негізінде әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие алулары керек. Оның рухани байлығы мен мәдениетін, ойлау білу мүмкіндігін жетілдіру, әр адамның кәсіби біліктілігі мен білімін, іскерлігін арттыру әділетті қоғамның міндеті болып отыр. Аударатын болсақ, сегодня молодежь должна получать образование и воспитание на основе национальных традиций в соответствии с уровнем мировой науки и прогресса. Оның рухани байлығы мен мәдениетін, рухани байлық это духовное богатство, мәдениет, культура, ойлай білу мүмкіндігін жетілдіру, әр адамның кәсіби біліктілігі мен білімін, іскерлігін арттыру әділетті қоғамның міндеті болып отыр. Это задача справедливого общества. Повысить духовное богатство и культуру, профессиональную квалификацию и знания, умение каждого человека. Қазақстан Республикасының тәуелсіз мемлекет мәртебесіне ие болуы, білім беру, жастар саясаты туралы заңдардың қабылдануы жастар тәрбиесі мәселесіне жаңаша ұстанымды талап етеді. Қазіргі кезде жастарға олардың тәрбиесіне зор үміт артылып отыр. Во все времена на образование молодежь возлагались большие надежды, зор үміт. Себебі республикадағы 16 миллион халықтың шамамен 5 миллионнан астамы 14 пен 30 жас аралығындағы жастар екені мәлім. Бұл мәтінге жалпы түсінік бере кететін болсақ, бірінші азат жолда Бауыржан Момышұлының 3 қорқынышы айтылады. Болашаққа деген алаңдаушылығы, мазалаған өзекті мәселесі баяндалады. Екінші азат жолда тәртіпті бала мен тәртіпсіз баланың қандай екендігі сипатталған және олар салыстырылған. Тәртіпті тұлға қандай қуаныш әкелетінін, тәртіпсіз бала қандай зиян әкелетіндігі жайлы баяндалады. Болашақ ұрпақ тәрбиесі. Соңғы азат жолда біздің жастар әлемдік ғылым мен прогресс деңгейінде білім алу керек, бірақ та ұлттық кодымыздан ажырап қалмай, ұлттық құндылықтарымыздың негізінде ұлттық кодымызды сақтай отырып, әлемдік ғылым мен білімнің жетістіктерін пайдалану қажеттілігі баяндалады. Жақсы оқушылар, мәтінді өздерің оқып, әрбір азат жолға түсініктеме бере кетіңдер. Енді мәтінді оққаннан кейін мына тапсырмаға назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша төменде кестені толтыр. Бірінші азат жолда не туралы айтылған? Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі. Қанатты сөз дегеніміз крылатые слова Бауыржан Момышұлы. Тірек сөздер, опорные слова: ел, балалар, бесік, әже, немере, дәм, дәстүр. Екінші азат жол бойынша келешек ұрпақ тәрбиесі жайы айтылған. Воспитание будущих поколений. Негізгі сөздер, ключевые слова: тәртіп,
тәртіпсіздік, сүйініш, күйініш. Сүйінішті айтып өттік, бұл енді қуаныш деген мағынада. 3-ші жазатшылы бойынша қайтадан мәтінге оралайық. Бүгінгі таңда жастардың ұлттық рухани құндылықтар негізінде, яғни ұлттық кодты сақтай отырып, әлемдік білім ғылымға қол жеткізу. Жастар ел болашағы деп алдық. Молодежь будущее страны. Опорные слова ұлттық дәстүр, национальные традиции, мировая наука, прогресс, духовное богатство, қоғам дейді. Общество, бұл жерде әділетті қоғам деп тұр. Справедливое общество, жастар тәрбиесі. Воспитание будущих поколений. Жақсы оқушылар, келесі кезекте тыңдаған мәтінге жоспар құрып жазамыз. Жалпы жоспар құрудың көптеген үлгісі бар, қарапайым жоспар, күрделі жоспар. Біз мына түрін басшылыққа алдық. По тексту составляем план. План бывает сложный, простой план. Мы выбрали этот вариант. Кіріспе бөлім дегеніміз бізде вводная часть. Аңыз адам, человек легенда. Екінші, 1-2. Бауыржан Момышұлының қорқынышы. Страх Бауыржана Момышұлы. Бауыржан Момышұлының мәтінге оралайық, 3 қорқынышы бар дегеніміз, осындай 3 қорқынышы болғанын біз мәтіннен жақсы түсіндік. Екінші бөлім, негізгі бөлім, основная часть, ұлттық құндылықтар, национальные ценности, келешек ұрпақ тәрбиесі, воспитание будущих поколений, 2-3 әлемді ғылым, мировая наука. Екінші негізгі бөлім бойынша осы мәтіннің негізгі ойларын басшылыққа алып, осыған сүйендік. Қорытынды бөлім, заключительная часть, жастар тәрбиесі, өзекті мәселе, воспитание молодежи, актуальная проблема. Ол бұрыннан бар нәрсе, және де қазірде бар өзекті мәселелердің бірі. Это актуальная проблема сегодняшнего дня. Біз мәтінді оқи отырып, әрбір азат жолға түсініктеме бердік. Тақырыпша қойдық, тірек сөздерді анықтадық, жоспар құрдық. Осы тірек сөздердің негізінде мәтіннің негізгі ойын, мағынасын анықтауға тырыстық. Аудио мәтін бойынша сұрақтарға жауап бердік. Енді жазылым тапсырмасы мәтіндегі бейтаныс сөздері бойынша сөздік жұмысын жаса, байланыс түрлері бойынша сөз тіркестерін анықтап. Біздің мақсатымыз мәтіннен ақпаратты анықтай отырып, сол мәтінге өзінің ойын, көзқарасын білдіру болатын. Алға мақсатымыздың біреуінде берген нақыл сөздерді оқып, өзің қалаған бір нақыл сөз бойынша ойындайды. Мысалы, Әбу Насыр әл-Фараби, ғұлама, ойшыл, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек. Тәрбиесі берілген білім адамзаттың қашшауы деген екен. Бұны біз мына диаграмма түрінде қарастыратын болсақ, әл-Фараби не деген? Бірінші кезекте тәрбие берілу керек деген. Одан кейін білім берілу керек деген. Себебі тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашшауы деп, осында терең философиялық сөздерін келешек ұрпаққа қалдырған екен. Сондықтан диаграмма негізінде осы тақырыпта алған мәліметтерді қолдана отырып, өзіміздің көзқарасымыз бен ойымызды білдіреміз. Енді қорытындыға келетін болсақ, құрметті оқушылар, біз бүгін тәртіпсіздік неден басталады деген тақырыпты тәмамдадық. Сабақтың барысында жаңа сөздермен таныстық, синонимдерді анықтадық, сөздік қорымызға назар аударып, аудио мәтін бойынша сауалдарға жауап бердік. Мәтінді тыңдай отырып, әрбір азат жолдағы тірек сөздерді анықтадық, жоспар құрдық. Әрбір азат жолға тақырыпша қойып, тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын түсінуге, негізгі ойды анықтауға тырыстық. Мәтін негізгі ақпаратқа, нақыл сөздер негізінде өзіміздің көзқарасымызды, ойымызды білдірдік. Жазылым тапсырмасы енді қосымша ақпаратты қолданып, бүгінгі заманның тәртіп сақшыларына қойылатын талаптарды диаграмма түрінде жазыңдар. Қорытындыға келетін болсақ, бүгінгі таңда жастар ұлттық дәстүр негізінде әлемдік ғылым мен прогресс деңгейіне сәйкес білім мен тәрбие алулары керек. Жастардың тәрбиесіне қай кезде болса да зор үміт артылған. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Сау болыңдар.